Йоу, сәлем достар, менің атым Сұлтан, және сіздер DNS каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз Арбат паркіндеміз, және де біз бүгін мектеп сұрақтарын жастарға қоятын боламыз. Ал кеттік. Жалпы атыңызды және мектепті қай жылы бітіргеніңізді айтып кетсеңіз. Саламатсыз, есімім Дәулет. Мектепті 2018 жылы бітірдім. Есіміңіз? Айсұлу. Мектепті қай жылы бітірдіңіз? Бір жыл. Бір жыл. Есімім Шыңғыс. Осыдан мектепті осы жылы бітіріп қоямыз жалпы. 11-ші класс, иә? Сіз? Шымырбай Мирас, мен Алматы қаласынан келдім. Мирас, Алматы Мектеп 11-ші классқа. Есімім Балғынбек Болот, мектеп бітіргеніме бір жылы болды. Бірінші сұрақ, Қазақ хандығының алғашқы ханы. Жәнібек, Керей және Жәнібек. Керей Жәнібек. Ең алғашқысы? Ең алғашқысы Керей Жәнібек. Керей. Жәнібек. Керей мен Жәнібек қой, бірінші Біріншісі? Керей. Керей. Дұрыс. Географиямен қалайсыздар жалпы? Көрейін. Жарайды, мақұл, көп ұзатпайық. Қайға кеттіңіз? Планетасында қанша материк бар? 6 материк. Материк. Жер планетасында так 6 ғой. Тоқтатықта. Материк. Евразия, Африка, оңтүстік, солтүстік Америка, потом Антарктида, походу, я? 6. Жалпы қанша болды сонда? 6. Дұрыс, 6. Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары? 1845, 1894. Жоқ, кәсіріңіз. 1941, 1941, Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары? 1845, 905. 1845, 1904. Қайтыс болған жылын сәл? Жоқ. Бір жылға там, не то. Жарайды, 1845, 1904. 1841, 1904. Жоқ. 1845, 1904. Жоқ, дұрыс. 894 басқа кісінікі. Иә, дара. 1845, 1904. Дұрыс. Пи саны қаншаға тең? Пи, не деген? Білмедім ол. Білмейсің ба? Математика, физика, жалпы пи саны. Естіген шығарсың? 3,4 емес па? 3,14. 3,14. 3,14. Иә. Дұрыс. Бір сан ғой, Бір сан болады, жарайды. Өсімдіктерді зерттейтін ғылым қалай аталады? Биология. Өсімдіктер биология? Жоқ, өсімдіктерді. Биология ол жалпы тіршілікті зерттейтін ғылым, дұрыс па? Ал өсімдіктерді зерттейтін? Онда білмедім. Ботаника емес па? Дұрыс, ботаника. Ботаника. Дұрыс, ботаник келеді. Биология ол жалпы тіршілікті зерттейді. Так, биология, зоология, жануарлар. Ботаника. Дұрыс, ботаника. Ботаника. Дұрыс, ботаника. Жер көлеміне қарай 3-ші орында орналасқан ел? Так, Россия, сосын Китай. Қытай ма? Жоқ. Үндістан. Жоқ. Бірінші Ресей. 3-ші орын. Канада или ақш қой? Қайсы? Орында. Жоқ, 3-ші орын. ақш, Америка, Құрама Штаттары. Канада шығар. Жоқ, Америка Құрама Штаттары. Че такой? Бір қалды, Походу, Америка. Келесіз ба? Америка. Дұрыс. Судың химиялық құрамын атаңыз. H2O. Дұрыс. Химиялық составын айтыңыз. H2O. H2O ғой. H2O2. Дұрыс. H2O2. Бүкіл химиядан шақи формула жаттағансың ғой. Біреу H2O қойшы. Дұрыс. Иен қай елдің валютасы? Иен? Иен, иә. Қытай емес? Юань. Юань ба? Иә, Қытайдікі юань. Ал иен? Иен. Иен. Білем, мен бетон білем бұны, қазір айтамын. Иен. Айтамын. Білмейміз. Білмейсіздер ма? Подсказка берейін, ол да сол неде? Шығыста орналасқан ел. Тоже. Қытай жақта ма? Иә, Қытай шығыста орналасқан ғой бізде. Иен. Корея? Жауап берген осы сұраққа мен. Иен. Так, Корея. Жоқ, кореянка. Вон. Жапония ба? Монголия, Жапония. Қай елдікі? Екеуін бір емес па? Япония болса керек. Япония. Дұрыс, Япония. Жапония? Дұрыс, Жапония.
жоқ білмейміз. Жапония. Япония. Барлық қабырғалары тең. Төрт бұрыш қалай аталады? Шаршап. Дұрыс? Шаршы. Дұрыс шаршы. Квадрат. Квадрат. Дұрыс квадрат. Тарих нормальный ғой, иә? Тарих басқа жақсы. Тарихтан жақсы. Соңғы сұрақ, қазақ жеріндегі үкіметті алғашқы басқарған адам. Қонаев деді. Дінмұхаммед Қонаев. Қонаев емес, иә? Жоқ, Қонаев емес, Қонаев емес. Кеңес өкіметінен бастап па? Алғаш емес. Так. Тағда. Бүйтіп есептейік, так. Біздің бірінші президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев, оның алдында Қонаев. Именно қазақ кісі ма или орыстар ма? Жоқ, қазақ. кісі ма? Сталин. Жоқ, қазақ. Қазақ па? Қазақ жерінде ғой, енді қазақ жерінде қазақ. Жоқ, енді ксро кезінде. Подсказка берейін, аты ә әрпінен басталады. Онда Шаяхметов деген кісі болды, Қонаевтың алдында 30-шы жылдары. Одан кейін оның алдында айтамын. Бөкейхан. Әлихан Бөкейхан. Онда Әлихан Бөкейханов болу керек. Дұрыс? Әлихан Бөкейхан. Дұрыс, Әлихан Бөкейхан. Жалпы 10 сұрақ қойылды, оның 9-на дұрыс жауап беріпсіздер. Ол вообще супер результат енді. Сонымен сіз жауап бердіңіз. Дұрыс. 10 сұрақ емес. Дұрыс сұрақ сізде 9 болды. Біреуін ғана сіз жауап беремін. Жалпы барлық сұрақ, 10 сұрақтың ішінен сіз 7 сұрағына дұрыс жауап бердіңіз. Дұрыс. Күшті. Дұрыс, молодец. Енді ұбт келе жатқан ұбт-ларға сәттілік тілеймін. Таңдаған мамандықтарың дұрыс таңдаңдар және түсіп кетіңдер соған. И сәттілік. Қайсыға жауап бере алмай қалдым? Қайсына жауап бере алмай қалды? Сіздермен де қуаныштымын. Осындай бір сұрақ жауап болғанына үлкен алғыс білдіремін. Рахмет. Ой, рахмет сізге де. Сіздер де осылай видеоларымызды алға барсын, подписчиктер көп болсын, рекламаларымыз жол болсын. Рахмет, біз енді бастап келе жатырық, бізге ол, конечно, не болады. Ал жақсы жігіттер. Жақсы. Не деймін? Дами беріңіздер. Ай, рахмет. 10 сұрақтың барлығына жауап бергендер болды ма? Жоқ әлі. Рахмет. Міне осылай жауап беру керек. Осыны негізі көп адам білмейді да. Иә, көп адам қателесіп болсын. Бірінші Қонаевты айтады, немесе шатасады. Мен мұны бір жерде, ютубта бір жерде көріп қойғам. Әлихан Бөкейханов қазақ даласының алғашқы президенті деп айтады. Алғашқы президент емес ол, бірақ Алашорда деген үкімет құрылады. Алашорда деген үкімет құрылады, соны басқарған адам да ол. Қазақ үкіметінің именно бірінші басшысы Әлихан Бөкейханов сол кісі. Дұрыс, жалпы сіз 8 сұраққа дұрыс жауап беріңіз, 10 сұрақ қойылды, соның 8-іне, бірақ математикаға нашармын да. Но зато сіздің соңғы 10 сұраққа көбісі жауап бере алмады. Жауап берсе де өте қиналып жауап берді. Ал сіз анықтап айтып кеттіңіз. Серік ақпарат та ол. Иә, мен дұрыс қой, 10 сұраққа дастайын өзім. Енді ютубқа қойылды. Каналдарыңыз өрлей берсін. Подписчиктің саны хейтерлермен емес, сіздер жақтайындан көп болсын. Ой, аумин. Хейтерлер болса да, жөнімен айтатын хейтер болсын да. Жаңағыдай. Конкретно кәсекті айтатын болсын да. Типа, сендер неғабынан мақтамандар емес. Иә, дұрыс айтасыз. Подписчиктеріңіз көп болсын, сапасы болсын, сан емес. Рахмет, көп рахмет. Тоңда қой, химия қой түстен. Биология. Жоқ, биология емес, математика. Дұрыс, 6 материк. Біз қайсын жатамыз десін, әзілдеймін. Күшті әзілдеймін. Қазақ емес. Бәрін білесіздер ғой.